Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін өзімнің қалай құймақ дайындайтынымды көрсетемін. Ол үшін ыдысқа 3 жұмыртқа, шым-шым тұз, 150 грамм қант, 400 мл сүт және 350 грамм ұнды бөліп қосып жақсылап араластырамыз. «400 мл ыстық суды 2-ге бөліп қосамыз. Ең соңында 150 мл өсімдік майын қосасыз. Құймақтың қамыры осындай біркелкі болып шығады. Өте сұйық та емес, өте қою да емес. Енді құймақтарды пісірейік. Табаны бірінші құймақты пісірерде ғана майлап аласыз. Құймақты табаға құйып, осылай видеодағыдай айналдырасыз. Бір жағы піскеннен кейін екінші жағына аударасыз. Піскендігін тексеріп, ыдысқа саласыз. Осы жолымен қалған құймақтарды да пісіріп шығасыз. Егер осыған дейін дайындап жүрген құймақтарыңыз дұрыс шықпай жүрген болса, осы әдісті пайдаланып көріңіз. Құймақтарды баяу да емес, қатты да емес, орташа отта пісіріңіз. Және олар тез пісіру үшін 2 табада қатарынан пісіріңіз. Сол кезде құймақтарыңыз тез піседі. Міне менің құймақтарым дайын болды. Олар өте қалың да емес, өте жұқа да емес, орташа болып шықты. Сіздер де осы әдісті пайдаланып көріңіз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр.